Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге маринадталған құйрық майдың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен тұздалған құйрық майымызды ыдысымызға салып, баяу отта қайнатып пісіріп аламыз. Бір қайнаған соң бетіндегі көпіріктерін алып, құйрық майымызды осылай аударып отырып пісіріп аламыз. Піскен құйрық майымызды ыдысымыздан сүзіп алатын боламыз. Ыдысымыздан сүзіп алып, жарты сағатқа, болмаса 40 минутқа суытып, бөлме температурасында суытып қоямыз. Суыған соң татымына қарай кішкене тұздап қойсаңыздар болады. Тұзды құйрық май керегенше алады, артығын алмайды тұздың. Сосын осы кептірілген копченый паприка мен қызылбұрышты араластырып, осы құйрық майға жағатын боламын. Сонда дәмі әдемі болып шығады. Мен қызылбұрышты азғантай қостым, өйткені балалары да жейтін болған соң. Өздеріңіз қалауларыңызша қосасыз. Сонымен қатар мен осы видеоның астына комментарий жазып, видео ұнаса мен каналыма тіркеліп қойыңыз, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Менің видеомның алға қарай, каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Құйрық майды осылай құйрық майдың бәріне жағып аламыз осылай. Енді пищевой пленкамен орап, біраз сіңдіріп, сосын морозилькаге салып қоямыз. Жасалуы оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Денсаулыққа өте пайдалы. Менің видеом ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.